Намасте достар, біз Гоадамыз. Мен армандап келіп едім, болмай қалды. Жоқ, ашты емес дейді. Ашты. Сәлем достар, сіздермен әдеттегідей Диана, және влогымыз басталмай тұрып, мен бір басты сұрақ қойғым келіп тұр. Сіздер Гоа сөзін естіген кезде ең алғаш естеріңізге не түседі? Бәлкім, шексіз жағажайлар ма? Алтын түске боялған құм ба? Я болмаса, пальмалардың арасынан ескен жылы жел. Кейбіреулеріне мүмкін таңғы йоганың тынысы, және де үнді асханасының дәмі керек. Гоа. Айтылғанның барлығы тоғысқан мекен. Осы шығарылымнан кейін сіздер мен көрсеткен Гоаны міндетті түрде өз көздеріңізбен келіп көру керексіздер. Сондықтан жайғасып, терең тыныс алыңыздар. Лоукост тревелерлеріміздің ең алғашқы ыстық қаласының бірі Гоадамыз. Біз бастаймыз. Ту-ту-ту-ту-ту. Саяхатымның реттілігі түсінікті болу үшін ең алдымен Гоаға қалай жеткенімен бөлісейін. Қазақстаннан бұл қалаға әлі тікелей рейс болмағандықтан, біздің сапарымыз Алматыдан Делиге ұшумен басталды. Және ең қиыны Делидан Гоаға транзиттік рейсінің күту ұзақтығы. Жалпы алғанда алдымен 3,5 сағат ұшу, келесі рейсті 7 сағат күту және Делидан Гоаға 2,5 сағат ұшу. Айтпақшы, Индияға Қазақстан азаматтары үшін виза жасату міндетті. Оны елшілікте немесе электронды түрде ресми сайтта жасауға болады. Төменде сілтемесін қалдырып кетемін. Дели халықаралық әуежайына қонғаннан кейін ішкі рейстердің терминалына жету үшін 15 минуттай уақыт қажет. Себебі әуежай өте үлкен. Үндістердің әуе заңдары қатал болғандықтан, елдің кез келген әуежайында кіреберісте электронды билетіңізді көрсетпесеңіздер кіргізбейді екен. Сондықтан алдын ала телефоныңызға сақтап, немесе қағазға басып шығару керек болады. Менің қателігімді қайталап, бұл ұзақ процедураларды өтіп, қаншама уақытты жолға ыңғайсыз жұмсағанша, Флайерстанның тікелей рейстермен Ванынсан туроператор арқылы тур рәсімдеп, лезде жетіп, рахаттанып саяхаттауға болады. Себебі саяхат ұшаққа отырғаннан басталады. Жалпы мен айтып жүрген Гоа негізі оңтүстік және солтүстік болып екіге бөлінеді. Оңтүстік Гоа мен солтүстік Гоаның айырмашылығы өте ерекше. Мысалы, оңтүстік Гоаны мен сабырлық, гармония, еш қайқа асығудың қажеті жоқ. Өзімен өзі тыныш аудан деп айтсам, солтүстік керісінше. Оңтүстікке антоним десем де болады. Бұл жақта шулы отырыстар, дискотекалар, жастар, мотоциклдардың дыбыстары, туристердің көптігі, арзан қонақ үйлер мен қолжетімді бағада тамақтың табылуы. Былай қараған кезде екі Гоада маған ұнады. Оңтүстікке мысалы отбасыңызбен, ата-аналарыңызбен барып тыныштықта демалсаңыздар, солтүстікте керісінше мысал ретінде айтайын енді. Достарыңызбен, құрбыларыңызбен заманауи отырыстарды қаласаңыздар, әркім бұл жерде өзінің іздеген табады. Бұл демалыс аймақтарының әрқайсының өзінің ерекшелігі мен табиғи сұлулығы бар. Таңдау әрине өздеріңізде. Қазір мен келіп жеткен локация Палалем жағажайы. Салыстырмалы түрде басқа жағажайларға қарағанда адам саны аз, суы таза және су асты толықтай құм. Жағажайда кафелер мен тамақтанатын орындар жеткілікті. Көрініс көздің жауын алады. Және де бұл влог сіздерге пайдалы әрі қызықты болу үшін мен оңтүстік пен солтүстіктегі екі қонақ үй комплекстерін көрсетіп шығамын. Ұнағанын таңдап, демалысыңызды жоспарлап бастасаңыздар болады. Мен алғашқы қонақ үйім оңтүстіктегі Planet Голливуд қонақ үйі. Аумағы өте үлкен, нөмірлерден бөлек осындай ерекше стильде кішігірім виллалар да бар. Жеке жағажайы, мейрамханасы және бассейні бар. Жоғары қызмет, таза бөлмелер, әдемі ауласы, дәмді астары және спорт аймақтары да бар. Ал бақшаға шықсаңыз, өздеріңізді бір әсем джунгльде жүргенде сезінесіздер. Мен Гоа туралы ертерек білгенде, мен ертерек келетін демалуға. Жалғыз емес, отбасымен. Әлде кеш емес, наоборот, қазір нағыз саяхаттың алды, себебі рейстер енді ашылады. Маған ең ұнағаны әрине қонақ үйдің жеке жағажайы болуы. Таң ататын және кеш бататын уақытты міндетті түрде жағажайда өткізіңіз. Себебі бұл кездегі көрініс өте ерекше әдемі.
Гоаның оңтүстігінде, Квепем қалашығында 18 ғасырда салынған осындай үлкен әдемі архитектуралы мекен бар. Бұл жерде 1787 жылы Жозе Пауло де Алмейда тұрғызған. Бұл кісі өзінің кезінде португалдық дін қызметкері әрі сәулетші болған екен. Осы мен артында тұрған үлкен зәулім сарайдан бөлек, бұл жерде үлкен әдемі бақ бар. Бақты қарап тұрсақ, әлі де адамдар жинастырып, қарап, жандандырып жатыр десем де болады. Жалпы ішке кірсек тарих, сыртқа шықсақ үлкен бір джунгли бағында жүрген сияқты. Сондықтан да бұл жерге келіп көру, осыны өзіңіздің көзіңізбен байқау, бұл бір керемет ғажап дүние. Бұрын Гоа Португал елігі болған, ал қазір Үндістанның ең кішкентай, бірақ экономикалық тұрғыдан ең дамыған штаты. Халқы 4 миллионнан асады. Гоаның ресми тілі конкани. Оны тұрғындарының 61% ана тілі ретінде қолданады. Бірақ уайымдамаңыз, мұнда сізді ағылшынша жақсы түсінеді, ал кейбір жерде тіпті орыс тілінде де сөйлейді. Гоа контрасттар елі. Мұнда табиғат пен тарих, үнділік рух пен европалық стиль тоғысып кеткен. Бір сәтте кокос ағаштарының арасынан соққан желді сезінсеңіз, келесі сәтте ғасырлар үнін сақтаған көне ғимараттардың көлеңкесінде қаласыз. Қазіргі кезде Гоа ол біз үшін әрине тропикалық демалыс аймағы ретінде саналса, кезіндері бұл жердің тарихы өте терең. Қазір бізге гид айтып беріп жатыр, өте мағыналы кездерден өткен. Мысалы, қазіргі мен тұрған локация бұл Форт Бетул деп аталады. Бұл фортты кезінде өздеріңіз білетіндей, әрине Гоа португалдық елмен жауланған болатын. Сол кезде осы оңтүстік Гоаны қорғау мақсатында салынған десек, қателеспеспіз. Менің артында тұрған бұл Сал өзені ары қаратай Арабия теңізіне құяды екен. Су бойынша айтайын дегенім, міндетті түрде дүкендерден арнайы осындай бөтелке, жабық бөтелкедегі суды алуға тырысыңыздар, өйткені гигиеналық тұрғыда осы су ең дұрысы, яғни стакандағы сіздерге құйып беретін су емес, осындай сатып алып, арнайы дүкендерден алуға ішуге болады. Тарихи тұрғыда ерекше орын алатын екінші форт бұл Агуада форты. Оңтүстікте жаңа көрсеткенімдей Бетул болса, солтүстікте әдемілігімен көзге түсетін осы форт. Сыртта кішігірім базар мен дүкендері бар. Бұл орында 17 ғасырда португалдар салған бекініс. Гоа кішкентай, бірақ ұзыншалау штат. Егерде демалысыңызды бір ғана ауданда өткізуді ойламасаңыз, онда байк міндетті түрде қажет. Әрине, такси немесе автобуста бар, бірақ байкпен жүру нағыз еркіндік. Үндістандағы ең тиімді және ең көңілді көлік түрі десем артық емес. Такси демекші бұл жерде индрайвер және Uber қосымшалары қолжетімді. Сонымен қатар қолды бұлғап кинодағыдай рикша көліктерін ұстауға болады. Маған осы қонақ үйлердегі осы кішігірім дәстүр өте ұнайды. Мойынға іледі, шекеге құрметтік таңбасын жағады. Сондықтан Гоаға келген кезде мүмкін сіздер қайта-қайта қонақ үй ауыстырып, осы вайбты білу үшін, осы вайбты қайта-қайта сезіну үшін мүмкін сіздер мен сияқты қонақ үй аралап, әр жерін көретін шығарсыздар. Және одан бөлек, міндетті түрде құрметтік орысша айтқанда, ағылшынша айтқанда, welcome drinkпен өздерінің тәттілерін береді. Ал ас болсын. Шоколад. Сөз бергенде, обзордағы екінші оңтүстіктегі қонақ үйге кеттік. Атауы Gateway Goa Hotel. Бұл қонақ үй Палалем ауданында орналасқан. Кірген бетте сіздерді күлімдеген әдемі қызметкерлер қарсы алады. Барлық жер өте таза, заманауи дизайн, даладағы үлкен бассейн, орналасу локациясы және бөлмелер келбеті өте әдемі. Сіздердің көңілдеріңізден шығатынына мен сенімдім. Және жағажайға арнайы автобустары қатынайды. Бірінші қабатта ас бөлмесі бар, және қаласаңыз фуршеттік үстел стилінде 3 мезгіл тамақтандырады. Ал дәл осы қонақ үйден түскі ас уақыты болғандықтан бізге тамақ ішіп кетіңіздер деді. Сондықтан да біз кто мы такие, чтобы отказывать дейді ғой. Тапсырыс беріп қойдық. Енді күту барысында бізге осындай арнайы тіске басарлар беріп жатыр. Не үшін десем, орысша айтқанда аппетитті ашу үшін дейді. Және де өзінің арнайы осындай соустары бар. Түрінен көрініп тұр, енді ашты екен, достар. Қалан тұрғындары айтады, жоқ, ашты емес дейді. Ас болсын. Ашты. Ал көптен күткен біздің түскі асымызда келді. Бұл бізде балық, гарнир, яғни күріш алып келеді. Өте
жұмсақ етіндегі балық үнді специялармен араласып, дәмі қызық. Мен Үндістанда екенімді енді сезіп жатқан секілді. Мен сіздерге кеңес, кез келген қайда барып тамақ ішсеңіздер де, міндетті түрде нан тапсырыс беріңіздер. Бұл өте дәмді. Гоа бір ғана аймақ болғанымен, шындығында екі түрлі әлем секілді. Оңтүстігі мен солтүстігі мүлдем бөлек көңіл күйде. Бірінен екіншісіне өту үшін міндетті түрде көпірден өтесіз. Дәл сол сәтте бір Гоадан екінші Гоаға өтіп бара жатқандай әсер аласыз. Және бір байқағанымыз, оңтүстік жақ футбол ойнағанды жақсы көрсе, солтүстік аймақ әйгілі үнді крикет ойынын жақсы көреді екен. Гоа көп дінді, көп мәдениетті өңір. Мұнда халықтың шамамен 66% индуизм, 25% христиан, негізінен католиктер, 8% ислам дінін ұстанады. Португал кезеңінен қалған шіркеулер де, ғибадатханалар да, мешіттер де осында ғасырлар бойы қатар өмір сүріп келеді. Дәл осы үйлесім Гоаның рухын айқын сездіреді. Ал енді Үндістанға келіп тұрып, қалайша мен сари киіп, ғибадатханаға кіріп шықпаймын деген ой келді. Сариді алуын алып, оны дұрыс орай алмай қалған сәтім де болды. Бұл киімді кию де өнер екен. Сондықтан ғибадатхананың алдында мейірімді апай маған көмектесуге дайын болды. Ғибадатхананың алдында осындай құрбандыққа шалынатын арнайы кішігірім осындай ыдыс берілді. Ішке кіргеннен кейін ғибадатхананы бір айналып шығады екенсің. Құлшылық себетін діни қызметкерге оң қолмен беріп, атыңызды айтып, қайта оң қолмен бос себетті алады екенсіздер. Білместіктен сол қолыңызды соссаңыз, сізге ренжіп қалуы әбден мүмкін. Біз Гоада болған сәтте үнді халқының Дивали мерекесі өтіп жатты. Дивали Үндістандағы ең жарқын мерекелерінің бірі. Бұл жарық пен мейірімнің, жақсылық пен үміттің қараңғылықты жеңген сәті. Осы күндері үйлерде мыңдаған шамдар жанады. Көшелер түрлі түске боялып, аспанды от шашулар көмкеріп тұрады. Дивали жаңа бастаманың, тазалық пен ішкі жарықтың символы. Кокос демекші, бұл жеміс күн астындағы алғашқы құтқарушы. Кокос суы табиғи электролит, ол ағзадағы суды қайта қалпына келтіреді. Оңтүстікті бітіріп, енді келесі локациямыз солтүстіктегі Кандалим жағажайына келдік. Байқап қарасаңыздар, көрініс оңтүстіктегі жағажайлардан өзгеше. Адам сәл көбірек болып шықты. Арнайы катермен серуендеуге де болады. Жұмсақ алтын құм, пальмалар, күн батқан сәттегі тыныш толқындар. Бәрі де жанды тыныштандырады. Кандалим мен көрші жағажайларда күндіз тыныш кафелер жұмыс істейді. Оларды жергілікті халық шек барлар деп атайды. Ал күн батқан соң дәл осы орындар тіріліп, музыка ойнап, шамдар жанып, жағажай бойы нағыз кешкі клуб атмосферасына айналады. Ал Ашвем жағажайы туралы айтатын болсақ, солтүстік Гоаның жан тыныштығын сақтап қалған жағажайы. Мұнда бәрі баяу, толқында, музыкада, өмірдің ырғағы да. Күн астында тыныш шик кафелер, кешке шам жарығымен асылған пальмалар. Бәрі ерекше үйлесімде. Ашвем, шу мен серуеннен шаршағандарға арналған тыныш мекен, дем алуға, ой жинауға және өмірдің дәмін сезінуге арналған орын. Бұл қалада ұзақ демалыс жоспарласаңыз, әуежайда немесе арнайы орындарда сим-карта сатып алуға болады. Екінші таңдау ол eSIM қосымшалары арқылы алдын ала қосылып байланыста болу. Немесе өз операторыңызда қалып, роуминг қосып алсаңыздар болады. Қазір біз жағажайдамыз. Менен бір сіздерге лайфхак болсын. Адам аз жағажайға барғыңыз келсе, дәл солтүстікте. Онда қаладан, ауданнан максималды түрде алыс жылжу керек. Мотоциклға болсын, таксиға отырып болсын. Қалаға неғұрлым жақын болса, адам саны жағажайда өте көп. Namaste. Oh, thank you.
Ал достар, біз қазір дәмдеушілер плантациясына келдік. Гоаның жарты сағаттық жерде орналасқан. Қазір менімен бірге осы жақтың гиді Сансыз сіздерге барлығын көрсетіп, түсіндіріп беретін болады. Смотрите, плантация это большой территорий, 130 гектар. Это экскурсия, это маленький территорий. Это ботанический сад. Вот это дерево. Это кофейное дерево. Это два сорта кофе. Робуста и арабика. Гоа это растут арабика кофе. Это крепкий. Гоа бұл тек теңіз бен жағажай емес, бұл иістер мен дәмдердің елі. Мұнда сіз нағыз Үндістанның рухын сезесіз. Хош иіс, дәмдеуштердің күші мен ежелгі храмдардың тыныштығы. Гоаның жүрегінде пандам мен кавле маңлықтарында жасыл алқаптар мен пальма тоғайларының арасында орналасқан әйгілі дәмдеуш плантациялары бар. Пробуйте, идет, просто стейбл. Корица, кориандр и кардамон. Все одно дерево. Индийский это масала дерево. Это пальма лист, рис, чечевица сос, это капуста тушеная, это картошка клери, это вкусно, это островат, креветки. Түскасымыз осы плантацияның асханасында өтеді. О, десерт алып келді бізге. Енді ашты емес деп айтты бағана, соның барлық тамағын салып алдым, бірақ меніңше ашты негізі. Өте дәмді. Нан ең күшті мен үшін үнді тамағы. Ас болсын. Мен армандап келіп едім, болмай қалды. Ал достар, қайырлы таң. Бүгінгі таңымыз біздің парфюмер гуру аромат запахов Рама Кришнадан басталу керек болатын негізі. Бүгін келдік, бүгін жексенбі болғандықтан ол кісі бүгін жұмыс істемейді екен, жабық екен, бірақ та сіздер келетін болсаңыздар, міндетті түрде осы солтүстік Гоадағы Мапус ауданындағы орталық базарға келіңіздер. Осы жерде сіздің түрлеріңізге қарап, бет әлпетіңізге қарап, арнайы өздеріңізге иіс, яғни духи жасап береді екен. Соны тексеруге келіп едім, енді өкінішке орай жабық, бірақ сол рас па, рас емес па, маған жазып жіберіңіздер егер келетін болсаңыздар. Мапуса базары бұл жай ғана сауда орны емес, бұл Гоаның жүрегі. Осында келген сәттен-ақ айналаңыз түрлі дыбыстар мен иістерге толы тірі картинаға айналады. Бір жақта сатушылар фреш коконат, спайси деп шақырып жатса, екінші жақта әжелер өз қолымен тоқыған себеттерін ұсынады. Мұнда бәрі бар: хош иісті дәмдеуіштер, кокос майы, қолөнер бұйымдары, ет өнімдері, үнді тәттілері, балғын жеміс-жидектер мен түрлі түсті сари маталары. Әр дүңгіршек өз алдына бір оқиға, әр сатушы бір тарихтың иесі. Бұл жемістің үнді атауы кастер апл деп аталады екен. Басқа елдерде бұл жемісті мен көрмеген. Сондықтан қазір дәмін татып көретін боламыз. Дәмі инжир сияқты. Он как инжир, да? Ну такой, да. Өте тәтті. Сырты картоп секілді. Дәмін көрейік. Уф, білмеймін мынау не. Маған ұнамады. Ақша мәселесіне келетін болсақ, уайымдамаңыз. Валюта айырбастау орындары Гоада жеткілікті, ешқандай қиындық туындамайды. Және де банкоматтардан өзіңіздің картаңызбен шешіп алсаңыздар болады. Ұлттық валюта рупи және 1 рупи 6 теңгені құрайды. Осы Гоаның Канделима ауданында Желатария де Коста дүкен бар. Бұл жерде күшті дәмді балмұздақтар және де кофе алуға болады. Бағалар да қолжетімді. Мына жерге мен міндетті түрде келуге кеңес беремін. Өйткені шынымен де дәмді. Жалпы міндетті түрде келіңіздер. Гоаның ең танымал және ең қасиетті орындарының бірі. Мұнда әулие Франциск Ксавенің мумияланған денесі сақталған. Португалиялық кезде салынған, яғни 400 жыл болған ғимарат. Қазіргі кезде бұл католиктардың храмы болып саналады. ЮНЕСКО-ның мұрасына енген бұл базилика Гоадағы христиан мәдениетінің жүрегі. Ал қарама-қарсы ескі Гоаның ең әсерлі ғимараттарының бірі Се катедрал шіркеуі бар. Бұл Азиядағы ең үлкен католик шіркеулерінің бірі. Оның құрылысы 16 ғасырда басталған, ал іші нағыз өнер туындысы. Биік аркалар, мәрмәр мүсіндер мен алтынмен көмкерілген алтарь көз тартады. Әрине, Гоа өзіндік емес, керісінше дайын, бәрі қосылған турмен келетін орын десем қателеспеспін. Ол жөнінде сіздерге біздің Фанынсан туристік операторындағы әріптестеріміз толығымен көмектесіп,
ыңғайлы бағада таңдауыңызға байланысты рәсімдеп беретін болады. Ал жоқ, мен өзім іздеп, өзім тауып, өзім барамын десеңіздер, арнайы Booking, Agoda, Airbnb қосымшалары арқылы ұнаған қонақ үй немесе пәтерді жалдасаңыздар болады. Іздеу парағына бастысы Goa деп жазып, әрі қарай таңдау өздеріңізде. Goa демекші, мен осыған дейін көп адамдардан естідім. Goa десе йога есіне түседі екен. Бірақ йога туралы мен бір маңызды ақпарат білдім. Ол оңтүстік пен солтүстік Goa'да емес. Ол арнайы бір бөлек ауданда. Қазір ол туралы маған толығырақ менің досым Фрэнки, біздің гид, айтып беретін болады. Вот если я нацелена прилетаю на ретрит и на йогу, куда я еду? В Кералу. Город Керу. Соседняя штата Керала. Отсюда он сколько минут ехать? 800 километров. Да, да. Если кому-то надо. Агонда это опять, это в Гоа, да, там любительские йога. Профессионально только в Керу? В Кералу. Такой, если кто-то хочет лечиться или что-нибудь, то в Кералу. Типа ретрит, да, это лучше в Кералу поехать. Как вы мне сказали, это не остров, это как? Это земля, это не остров. Значит, не на Гоа мы летим? Не на Гоа, а в Гоа. Өте қызықты ақпарат. Намасте. Намасте. Thank you. Ал құр уақыт жібермей, қазір мен солтүстіктегі қонақ үйді көрсетемін. Атауы Modern Beach Resort қонақ үйі. Бұл жерде де бізді жылы қарсы алып, сусындар ұсынып, комплексті көрсетіп шықты. Аумағы өте үлкен екен. Қонақ үй маңайында сылдырлап өзен ағып жатыр. Бұл жақта да жағажайы, бассейні, лежактары бар. Қонақ үй стилистикасы да бір өзгеше әдемі екен. Гоада емес, мүлдем бір басқа елде жүргендей сезінесің. Бөлмелері өте кең, ашық палитра түстеріндегі дизайны бірден көзге түседі. Ал достар, бізде түскі ас. Бұл тамақтың атауы, яғни сет, гоанский таль деп айтты. 2 салат, балық, нан, және де міндетті түрде күріш беріледі. Бұл ыдыстан жеу қате деді, сондықтан әркім осылай ортаға алып келеді екен. Содан қажеттіні адамдар өздеріне салып алады. Бұл соус бізде карри соусы, ішінде креветки бар. Ақырындап алып, осылай кішкене тамыз болу керек. Өте дәмді көрініп тұр. Бұлай істегім келіп тұр, қараңыздаршы. Нанды алып, дәл үнді сериалдағындай соусқа батырып. Мен үнді асқынасын жақсы көріп басам. Гоа тек жағажайлар мен пальмалардың мекені емес. Бұл жердің рухы мен тарихы ғасырлар қойнауынан бастау алады. 16 ғасырда ескі Гоа Португал империясының Үндістандағы астанасы болған. Ол кезде бұл қала шығыстың Лиссабоны деп аталған. Бастысы мотоциклдер мен машиналардан абай болу керек. Бұл жерде тіпті тату жасауға болады. Ендеше аралайық көрейік кет. Қайда бет алсаңыз да кішігірім базарлар қаланың барлық жерінде табылады. Сондықтан үйге қай жерден кәдесый алып кетемін деп бас ауыртпасаңыздар болады. Саудаласу бұл жердің дәстүрі, ал сатушылардың күлкісі нағыз Гоаның көңіл күйі. Біздің солтүстіктегі екінші қонақ үйіміз White Dwarf Margim деп аталады. Бұл қонақ үй қоғамдық жағажайға өте жақын, таза, тағамдары дәмді және бюджет бойынша қолжетімді. Жеке бассейні, асханасы және бары бар. Влогымызды қорытындылай келе, Флайерстан әуе компаниясының атынан Панасан Travel Қазақстан және де осы Гоадағы Капр Travel турагенттігіне үлкен алғысымызды білдіреміз. Осы 3 күндік саяхатымызда біздің қасымызда болып, Гоаның әдемі, көрікті, сүйікті жерлерін көрсетіп бөліскендеріңіз үшін үлкен рахмет. Осы саяхатымызда біз қайда барамыз, қайда қонамыз, не жейміз деген сұрақтармен басымызды ауыртпадық, себебі осы 2 сенімді туроператорымыз бізге барынша көмектесіп, қолдауларын білдірді. Сол үшін Данияват. Ал құрметті көрермен, осымен Гоадағы саяхатымыз өз мәресіне келіп жетті.
Әдеттегідей, қазір бөтелкемізді жасырып, келесі кадрмен картада қайда жасырғанымызбен бөлісемін. Өзімнің соңғы тоқтаған қонақ үйімнің алдында кішігірім бақтың оң жағында бөтелкеміз өз иесін күтуде. Саяхаттаңыздар, саяхаттаудан шаршамаңыздар. Сіздермен бірге болған Диана, келесі қалада кездескенше.